достар, бүгін біздің видеода эффект зеркало істейміз. Шыны эффект немесе айна эффектісі. Неге қалай ыңғайлы? Ол үшін біз new item ішінен adjustment layer жасаймыз. Корректир число. Корректир числоды біз бұлай қоямыз. Оған біз эффект ішінен transform деп қолданамыз. Transform, distort, focus, transform қолданамыз. Осы біздің transform қолданғаннан кейін бізге керек uniform scale'дан галочканы алып тастаймыз. Одан кейін scale'ды қоямыз 150. Одан кейінгі scale астына 30. Rotation орып бізде 25 градусқа алып. Астындағы трансформ өзінің scale'ды біз қоямыз 150. 150. Неге қалғандар 150 болады. Енді осыдан кейін position'ды қоямыз. Position. Бізге position'ды мысалы жылыту керек. Көріп тұрғанда position'ды жылытамыз. Бізде осындай ол қос қалады. Максималға жылытамыз. Енді бізге мына жаңағы жылжыған айнамыз оңға қарай қозғалып тұрмыз. Қалай істейміз оны жылытамыз. Осылай position'ды соны былай жылытамыз. Бізде осылай пайда болды. Енді осының өзінде әдемі шығу үшін біз мышканы оң жақ платформасын осыға айтымызда is in, is out. Бәрін көреміз. Көрінген бізде бұл жай жерде. Енді плавно баяу өтті. Енді осында біз әдемі шығу үшін мына adjustment layer'ды үстіге көшіреміз. Бізде көреміз екі шыны болады. Екі айна көрінкесі. Енді осы жерде бізге әркім қиялына қарай жылдамын өзгертуге болады. Немесе размер көлемін өзгертуге болады. Енді шетен мысалымызда олай көшіреміз. Және предпросмотр жасауға болады. Бізде осылай әдемі болып қайталанады. Жазылыңыздар, көріңіздер.